Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен мандарин салатын рецептімен бөлісетін боламын. Жаңа жылдық дастархандарыңызға жазсаңыздар, дастархандарыңыздың сәнін келтіріп, дәмі де өте керемет болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен қажетті заттар: тұздалған қияр, жұмыртқа және піскен ет, сәбіз қажет болады. Ең алдымен біз етімізді майдалап, көбіктап турап алатын боламыз. Етімізден соң тұздалған қиярды турап аламыз. Оны да майдалап, көбіктап тураймыз. Ал енді барлығын турап алдық. Енді жұмыртқамызды үкіштен өткізіп аламыз. Ендігі кезекте үкіштің өте қатты майда болып, кішкене ғана болып өткізетін жағымен сәбізді барлығын өткізіп аламыз. Өте қатты майда болу қажет. Міне біздің сәбізіміз дайын, осындай езіліп тұру қажет. Ендігі кезекте біз салатымызға майонезімізді араластырып аламыз. Араластырып болған соң таза қолымызбен қасықтап ала отырып, кішкене формаға, дөңгелекше формаға келтіріп, дөңгелектеп аламыз. Барлығын солай жасап аласыздар. Біз салатымыздың барлығын формаға келтіріп алдық. Ендігі кезекте пищевой пленканы ашып, оған жаңағы үкіштен езіп тұрып өткізген сәбізімізді жайып шығамыз. Видеода көрсетілгендей жасайсыздар.
Сәбізімізді өте қатты жұқалықты жайып, үстіне салаттың біреуін алып қоямыз. Барлығын қойдық. Енді шет-шетінен алып ораймыз. Біздің сәбізіміз салатымызға жабысып тұру қажет. Салфанды ораған соң қатты қыспаймыз. Жай ғана кішкене жабыстырып шығамыз. Біздің сәбізіміз пішіп пленкаға жабыспайды, уайымдамаңыздар. Осындай әдемі болып алынып шығады. Міне біздің мандарин салатымыз осындай болып, әдемі болып формаға келеді. Қарап тұрсаңыздар, дәл сондай мандарин салатына ұқсайды. Барлығын да солай жасаймыз. Міне достар, біздің салатымыз дайын болып шықты. Енді үстіне әсемдік үшін кішкене жапырағын қойып шықсаңыздар болады. Мен үйде лавр жапырағын қойып шықтым. Ол енді әсемдік үшін. Міне достар, біздің салатымыз осындай өте әдемі болып шығады. Дәмі де өте керемет болып шығады. Мерекелік дастарханға қойсаңыздар, дастарханның сәнін келтіреді. Достар, видео ұнаса қолдап қойыңыздар.